Барлықтарыңызға қайырлы күн. Сіздерді алда келе жатқан домбыра күн мерекесімен Головацкий өлкетану кітапханасы шын жүректен құттықтайды. Домбыра бұл қазақтың екшекті көпбейнелі музыкалық аспабы. Домбыра 19 ғасырдан бастап қолданысқа еніп келе жатқан музыкалық аспаптың түрі. Домбыраның қазіргі таңда, яғни 21 ғасырда электронды нұсқасы да бар. Оны ойлап тапқан Қаскелең қаласындағы Демирел университетінің 2-ші курс студенті Нұрлан Бауыржанұлы. Оның бұл домбыраны ойлап табуына себеп болған 2017 жылдағы экспо көрмесі екен. Және де осы біздің қазақ еліндегі домбыраның басқа да мемлекеттерде сан алуан түрлері бар деседі. Ол жайында біз алдағы бейнероликте сіздермен бөлісетін боламыз. Алтынмен апталып, гауһармен әрленген домбыраның дәл қазіргі уақытта құны 50 000 евроны құрайды. Бұл арнайы кәдесый жасайтын швейцариялық компанияның өнімі болып табылады. Ұзындығы 100 см, ені 25 см. Бұны жасауда 24 каратты гауһар тас және таза алтын пайдаланылған. Домбыраны кез келген уақытта қолдана беруге болмайды, өйткені оның өзінің арнайы өлең шығаратын механизмі бар. Ол өлеңдер үш қоңыр, аққу, жесітінде жарғай. Болатбек Кәрімханұлы ең кішкентай домбыраны жасап, Гиннес рекордтар кітабына енген. Оның ұзындығы 4 см, 5 мм, ал ені 1 см, 4 мм болған. Бала кішкентай кезінен ағаштан бұйым жасауды жанына серік еткен. Ол Гиннес рекордтар кітабына ену үшін ең алып домбыраны жасау керек деп шешеді. Алайда оған қаржының жоқтығы кедергі болып, ол ең кішкентай домбыраға отырады. Ол сондай-ақ Болатбек интернеттен іздене келе Қазақстанда мүлдем кішкентай домбыраның жасалмағаны көреді де, шамамен 1 ай уақыт аралығында дүниеге келген ағаштан жасалған бұйым, ол оның құлақтары, тіпті шектері және де сырт қабы да бар болған. Қазақ халқының ұлттық аспабы домбыраның шығу тарихы туралы мәлімет қазіргі таңда жоқтырмасы. Ғалымдардың зерттеуі бойынша, Хорезм мен Жамбылда жүргізілген археологиялық зерттеулерге қарасақ, домбыра тас дәуірінде шыққан деген болжам бар. Ал ғалым Кемел Ақышев осыдан 4000 жыл бұрын салынған домбыраның суретін тапқан болатын. Яғни ұлттық аспаптың 4000 жылдық тарихы бар.